Достар, менің қазақша каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруға ұмытпаңыздар. Ауылдың қоңыр тіршілігінен жалығып, қалаға арман арқалап келгеніме 2 жыл болған еді. Университеттің соңғы курсында оқимын. Түнгі жұмыстарға шығып, күндіз сабаққа қатысамын. Бірде кафеде даяшы болып жүргенімде тағдыр мені күтпеген бір жанмен жолықтырды. Кәдімгі кештің бірі еді. Кафеге әдеттегідей қала адамдары келіп кетіп жатты. Бір бұрыштағы үстелге сәнді киінген, бірақ жүзінен мұң кетпеген әйел келіп отырды. Қасы қиылған, шашы иығына төгілген, жүзінде салмақтылық бар. Көз қарасы мені бірден баурап алды. Бірақ ең таңқаларлығы оның жасы. Жасы 50-лер шамасында еді. Ал мен бар жоғы 23-темін. Басында мән бермедім. Бірақ әлгі әйел жиі келетін болды. Әр келген сайын маған жылы жүзбен қарап, аздап әңгімеге тартып қоятын. Бірде ол маған: балақай, сен көп жұмыс істейсің ғой, шаршамайсың ба деді. Дауысы жұмсақ, анамның үнінде естілді. Ішімнен анам да осы жаста еді деп ойлап қалдым. Оның аты Айман екен. Бұрынғы өмірі жайлы аз ғана әңгіме арасында білдім. Күйеуі 5 жыл бұрын қайтыс болыпты, жалғыз қызы шетелге кетіп қалыпты. Қаладағы үлкен пәтерінде жалғыз тұрады екен. Қарап отырсаң, сырт көзге жағдайы жақсы, бірақ жан дүниесі қаңырап қалғандай көрінеді. Айман апайдың әңгімелері мені қызықтырды. Өмірден көргені көп, сөзі мәнді. Менің балаң ойларым оның жанында тереңге үңілгендей әсер қалдыратын. Бірақ ішімнен бір қыл арқандай тартып тұрған ой болды: бұл кісі анамен шамалас қой. Неге жүрегімде бір алапа толқу пайда болып жүр? Сол кештен бастап менің өмірім өзгере бастады. Айман апаймен әңгімеміз күннен күнге ұзады. Алғашында ол маған ақыл айтып, кейде студенттік өмірді еске алып күлдіріп қоятын. Кейіннен екеуміздің әңгімеміз жеке сырласуға ауысты. Бірде ол менен сұрады: саған қала ұнай ма? Иә, бірақ жалғыздық қинайды дедім. Ойланбастан жалғыздық деп ол ұзақ күрсінді. Мен де жалғыздықтың не екенін жақсы білемін. Осы сөздері жүрегіме қатты тиді. Оның көзіне қарасам, ішінде тұтас бір мұң мен жылдар бойы жиналған сағыныш жатыр. Сол сәтте мен өзімді бала сияқты сезінбедім. Керісінше, ол үшін тірек бола алатындай ер азамат сезіндім. Айман апай кейде өзінің жастық шағын айтып отыратын. Қалай оқуға түскенін, қалай күйеуге тигенін, қызының кішкентай кезіндегі тәтті қылықтарын. Ал мен оның әрбір әңгімесін қызығып тыңдай беретінмін. Өмірден көп нәрсе көрген жанның қасында болу маған бір үлкен мектеп секілді болды. Кейде ол маған: сенің жасыңдағы ұлдар қазір той тойлап, қыз қырқын қуып жүр. Ал сен неге мұнша салмақтысың дейтін. Мен күлгендей болып, өмірдің өзі салмақты қылды ғой дей салатынмын. Күндердің бір күнде Айман апай мені үйіне шақырды. Бір жақсы тамақ пісіріп беремін деді. Іштей қобалжып бардым. Үйі кең, таза, әдемі безендірілген екен. Бірақ сол әдемі үйде жылулық жетіспей тұрғандай көрінді. Дастархан басында отырып, ол мені баласындай күтіп, ал мен жүрегімде бір түсініксіз алау жанып тұрғанын сездім. Әйелдің көзқарасы кейде анамның мейіріміне ұқсаса, кейде жұмбақ сырға толы жанардай көрінді. Өзімнен едәуір үлкен жанға іштей тартып бара жатқанымды түсіндім. Бірақ ол сезімді мойындау оңай емес еді. Осылайша біздің таныстығымыз күннен күнге тереңдей түсті. Бірақ алда бізді үлкен сынақтар күтіп тұрғанын әлі білмедім. Сол күннен бастап менің ойым сан-саққа жүгіре бастады. Айман апайдың жанында жүргенде жүрегімнің дүрсілі күшейеді. Ал қасында болмаған сәтте оны қатты сағынып кететінімді байқадым. Бұл не қылған сезім? Қалай ғана анаммен жасты әйелге көңілім ауып жүр. Кейде айнаға қарап, өзімнен өзім ұялатынмын.
Мен есі дұрыс па, әлі үйленбеген жас жігітпін. Жасым 23-те. Ал ол болса 50-лерде. Егер анам білсе ше? Егер достарым естіп қойса ше деген ойлар жанымды жегідей жеп бара жатты. Бірақ жүрекке әмір жүрмейді екен. Күн сайын университеттен шыға сала, жұмысымды сылтау етіп, Айман апайдың үйінің жанынан өтуді әдет қылдым. Кейде ол мені қонақ қылып шайын береді, кейде есік алдында аз ғана сөйлесіп тұрамыз. Әрбір кездесу маған ерекше қуаныш сыйлайтын. Дегенмен ұятым да бар еді. Әр кездесуден кейін үйге барсам анамды есіме алып, өзімді кінәлі сезінетінмін. Анам да ауылда жалғыз отыр. Мен секілді жас балаға өмірінің барын арнады, ал мен болса анаммен қатарлас әйелге ғашық болып жүрмін. Жанымды жегідей жеген ойды ешкімге айта алмадым. Бірде досым Ермек, әй, сен бір түрлі боп кеттің ғой. Қыздардан қашып, құпия біреумен кездесе бересің. Айтшы, біреу бар ма деді. Мен күлген болып, жоқ, қайдағы, уақыт жоқ қой дедім. Бірақ жүрегімде бір құпия от маздап жанып тұрды. Түндері ұйықтай алмай төсегімде дөңбекшіп жататынмын. Көз алдымда тек оның жүзі, оның жұмсақ үні, оның сағынышқа толы жанары тұратын. Өмірімде бірінші рет біреуді шын сағынуды бастан өткердім. Бірақ сол сағыныштың ар жағында ауыр сынақ тұрғанын да іштей сезетімін. Көктемнің бір жайма шуақ күні еді. Сабақтан шығып, Айман апайдың үйіне соқтым. Ол дастархан жайып қойған екен. Әдеттегідей әңгімелестік, күліп те алдық. Бірақ сол күні менің жүрегім шыдай алмады, әңгіме арасында оған қарап отырып сізді жиі ойлаймын деп қалдым. Ол бір сәтке тоқтап, жүзіме таңырқай қарады. Жүзіне бірде күлкі, бірде мұң ойнады. Нені айтпақсың, балам, деді жұмсақ үнмен. Менің қолым дірілдеп кетті, білмеймін. Бірақ сізді көрмесем, бірдеңем жетіспей тұрғандай болады. Сізге жақын болғым келеді. Айман апай ұзақ үнсіз қалды. Сосын күрсінді де, жанарыма тіке қарап, сен әлі жасың, сенің өмірің енді басталып жатыр. Мен сенің анаңмен жастамын. Мені ойлама, деді. Сол сөз жанымды қарып өтті. Бірақ мен тоқтай алмадым. Жас дегенді жүрек білмейді ғой, дедім ақырын. Әйелдің көзінен жас жылт етті. Ол жүзін терезеге бұрып әкетті. Содан кейін баяу ғана, шынымды айтсам, мен де сені ойлаймын. Бірақ бұл дұрыс емес. Бұл екеумізге де ауыр соғар, деді. Сол сәтте оның да сезімін сездім. Жүрегім дүрсілдеп, өзімді тоқтата алмадым. Жақындап барып қолын ұстадым. Ол да қарсы болған жоқ, тек көзін төмен салды. Бұл біздің алғашқы сырласуымыз еді. Екеуміз де іштей сезімді мойындадық. Бірақ сыртқа ашық айта алмадық. Сол күннен бастап біздің арамыздағы байланыс күшейе түсті. Ал менің жүрегімде бір ой мазалай берді. Бұл махаббат бізді қайда апарады? Біздің құпия сырласқанымызға бірнеше апта болған. Әр кездескен сайын жүрегімізге жылы леп еніп, бірақ артынша сол жылы лептің орнын үрей басатын. Өйткені мұндай қарым-қатынасты қоғам қабылдамайтынын жақсы білдік. Бір күні Айман апай екеуміз саябақта серуендеп келе жатқанбыз. Ол әдеттегідей әдемі көйлек киіп алған, шашы иығына төгіліп тұр. Қолымызды ұстамасақ та, жанымыздан жылу тарап тұрғандай еді. Сол сәтте алыстан екі танысымды көріп қалдым. Олар бізге таңырқай қарап, күбірлесіп қала берді. Ертеңінде достарымның бірі сөз арасында, әй, сен кеше саябақта бір апаймен жүрдің ғой. Тіпті анаңдай көрінеді. Әлде туысың ба деп сұрады. Мен сасқанымнан, иә, анамның танысы ғой деп өтірік айтып құтылдым. Сол сәтте жүрегім дүрсілдеп суық терге түстім. Әлеуметтік көзқарастың қыспағы деген осы шығар. Әрбір сөз, әрбір күбір мені қинай бастады. Ал Айман апай болса бәрін байқап жүрді.
бір күні ол маған бізді жұрт көрсін, біліп қойсын деген ойым жоқ. Сен жасың, болашағың алда. Мен саған тұсау болғым келмейді деді. Мен оның қолын ұстап, маған ештеңенің керегі жоқ. Мен үшін сіз ғана маңыздысыз дедім. Бірақ іштей мен де қорқатынмын, егер ауылға жетсе ше. Егер анам естіп қойса ше, егер достарым келемеждесе ше деген ойлар күн сайын жанымды жегідей жеді. Қоғам бізді қабылдай ма, жоқ па, ол белгісіз еді. Бірақ бір нәрсе анық болатын, жүрек қалауын тоқтата алмадық. Көктемнің аяғы еді. Жазғы демалысқа ауылға қайтып бардым. Ана мені сағынып қалыпты. Қолымнан ұстап, айналып толғанып жүр. Бірақ ана жүрегі сезімтал ғой, менен бір өзгеріс байқаған сияқты. Балам, сенің көзің күліп жүр. Біреуді ұнатып жүрсің бе деді анам. Мен сасып қалдым. Жоқ, оқу ғой, жұмыс қой деп құтылған болдым. Бірақ анамның көзқарасы терең. Ол әлденені сезіп тұрғандай болды. Ауылда жүргенімде Айман апайды қатты сағындым. Телефонға қарап, хабарын тосып жүрдім. Бірақ хабарласуға да ұяламын. Өйткені анамның қасында отырып, онымен сөйлесу өз анама опасыздық жасағандай сезілетін. Бір күні түнде әкемнің суретіне қарап отырған анамды көріп қалдым. Ол терең ойға батып, үнсіз отырды. Мен де қасына барып, жай ғана анашым, жалғыздық қиын ба деп сұрадым. Анам маған қарады да көзінен жас шығып кетті. Әрине, қиын, балам. Бірақ әйел адамға жесірлікте, жалғыздықта жазылады екен. Адам бәріне шыдайды, тек сен аман болшы деді. Осы сөзді естігенде кеудем шым ете қалды. Анамның осы ауыр тағдырын көріп отырып, менің дәл қазір анаммен жасты әйелді сүйіп жүргенім екі есе ауыр қинады. Ауылда 2 аптадай болдым. Қайтып қалаға келгенімде Айман апай мені сағынып күтіп отыр екен. Бірақ менің көзқарасым өзгеріп кеткендей болды. Өйткені анамның жанарындағы мұңды ұмыта алмадым. Айман апай да бірден сезді, сен өзгеріпсің, ауылда болғанда бірдеңе болды ма деді. Мен үнсіз қалдым. Жауап бере алмадым. Іштей сездім, анам күдіктеніп жүр. Ал алда бізді үлкен бетпе-бет келу күтіп тұрған сияқты. Көктем артта қалып, жаздың аптап ыстығы басталды. Университетті тәмамдауыма санаулы айлар қалды. Бірақ оқу, диплом, болашақ туралы емес, ойым түгелдей Айман апайдың айналасында еді. Бір күні ол маған қоңырау шалып, келші, сөйлескім келеді деді. Барсам, ол терезе алдында ойланып тұр екен. Шашын тарқатып тастаған, көзінде мұң. Біз қателесіп жүрміз деді ол. Мен таңырқап қалдым, неге олай дейсіз, себебі бұл махаббат бізге жараспайды. Сен жассың, ал мен анаңмен құрдаспын. Егер біреу біліп қойса, не істейміз? Мен үнсіз қалдым. Оның айтқаны шындық еді. Бірақ жүрегімде дүрсілдеп тұрған махаббатты ешкім тоқтата алмайтын. Сол сәтте шыдамым жетпей, оның қолынан ұстап алдым. Сізді ойламай тұра алмаймын. Құдай да қаламаса да, жүрек тоқтамай. Айман апайдың көзіне жас толды. Бірақ ол қолымды жібермеді, бізді ешкім түсінбейді. Бірақ мен де сенсіз өмірді елестете алмай жүрмін деді ол сыбырлап. Осылайша біздің махаббатымыз тыйым салынғанына қарамастан жалғасын тапты. Күнде жасырын кездесіп жүрдік. Көшеде қол ұстасуға қорқатынбыз, біреу танып қалса болды, әңгіме ауылға да, қалаға да жетеді. Сондықтан көбіне кешкі уақытта, немесе үйінде ғана көрсетінбіз. Құпия кездесу әр сәт біз үшін тәтті әрі қауіпті болды. Бір жағынан бақытқа бөленсек, екінші жағынан қоғамның көзқарасы бізді үрейлендіретін. Бірақ сезімге тоқтау жоқ еді. Сол жаздың бір кешінде біз екеуміз ұзақ сырластық. Айман апай өткен өмірін айтып көзіне жас алды.
Күйеуім жақсы адам еді. Кенеттен қайтыс болды. Қызым да мені тастап шетелге кетіп қалды. Содан бері үйім қаңырап бос тұрғандай. Әр таң атқанда жалғыз ояну. Әр кеш түскенде үнсіз отыру. Сенің келгенінде ғана сол бос үйге жылу кіргендей болады, деді ол. Мен оның сөзін тыңдап отырып, жүрегім ауырып кетті. Егер мен болмасам, ол әлі де сол жалғыздықпен арпалысып жүрер ме еді? Деген ой келді. Сол сәтте оны құшақтап, мен сізді жалғыз қалдырмаймын дегім келді. Бірақ дәл сол күні қуанышқа толы бір сәтте болды. Біз алғаш рет бірге күлкіге батып, болашақ жайлы әңгімелестік. Ол маған сен жассың, өміріңде әлі талай қызық болады. Бірақ бір күні мен қартайсам, мені тастап кетпейсің бе деп сұрады. Мен күліп, жоқ. Мен сіздің жасыңызға емес, жүрегіңізге ғашықпын дедім. Сол сәтте ол маған алғаш рет сеніп қарады. Көзіндегі мұң сейіліп, жанарында жылылық пайда болды. Бірақ сол кеште ол тағы да күрсініп, терең ойға батып қалды. Бақытты болуға құқығымыз бар ма екен, деді күбірлеп. Бұл сұраққа менің жауабым дайын еді, бар. Өйткені жүрек өтірік айтпайды. Осылайша бір-біріміздің жанымыздан жылу таптық. Қайғы мен қуаныш қатар жүрді. Бірақ біздің махаббатымыздың алда үлкен сынақтарға тап болатынын екеуміз де іштей сезетінбіз. Университет бітіру кешінде достарыммен бірге отырдым. Ән айтылып, би биленіп, күлкі естіліп жатқанымен менің көңілім орнында болмады. Бар ойым Айман апайда еді. Сол сәтте достарымның бірі әзілдеп, «Әй, сен бізге әлі қыз көрсеткен жоқсың. Әлде жасырын біреуің бар ма?» деді. Бәрі ду күліп жіберді. Мен сасып қалып, «Жоқ, қайдағы, оқу ғой, жұмыс қой», дедім. Бірақ ермек досым шындап ойланып қалған сияқты, сені бір-екі рет бір апаймен көрдім. Әдемі, сәнді кісі. Бірақ жас емес қой. Ол кім өзі? Деді. Сол сәтте менің бетім қызарып кетті. Басқа достарым да күліп, «Әй, сен тіпті үлкен апайларды да баурап алатын болғансың ба?» деп мазақтай бастады. «Старуха любовь ғой» деп бірі әзілдеді. Олардың күлкісі мен үшін тікенек секілді қадалды. Ашулансам да білдірмей күліп құтылуға тырыстым, бірақ ішімде өрт жанып тұрды. Кештен кейін жалғыз келе жатып, егер бәрі біліп қойса, мені күліп жүрмей ме? Достарымның әзілінің өзі жаныма ауыр тиді. Ал ауылдағы ағайын туысы естісе, не болар екен деп ойладым. Жастардың мазағы бізді қоғамның қабылдамайтынын айқын көрсетті. Бірақ соған қарамастан, Айман апайға баруға асықтым. Өйткені тек соның жанында ғана жүрегім тынышталып, жаныма жылу табатын еді. Сол күндерден кейін менің ішкі жан дүниемде үлкен арпалыс басталды. Бір жағында қоғамның сөзі, достарымның мазағы, анамның үміті. Екінші жағында жүрегімді баурап алған Айман апайдың мейірімі мен махаббаты. Бір күні ол маған, «Болашағыңды ойладың ба? Ертең жұмыс істейсің, үйленесің, бала сүйесің. Ал менің жасым бар. Егер бізді шындыққа салып қарасақ, сен бақытты бола алмайсың» деді. Мен үнсіз қалдым. Оның айтқаны рас еді. Бірақ менде оған қарсы дәлел де, бас тартуға күш те жоқ еді. Мен болашағымды сізбен елестетемін. Басқа ешкімді ойлай алмаймын, дедім ақыры. Айман апай көзіме ұзақ қарады. Сенің анаң бар ғой. Сен оған қалай айтасың? Сенің анаң маған қалай қарайды деп ойлайсың? Деді. Осы сұрақ менің жанымды қарып өтті. Анамның жүзін елестеттім. Оның сенімді, үмітке толы жанарын. Ұлым, енді үйленсең, келін әкелсең деп армандайтынын білемін. Ал мен анамның жасы шамалас әйелді әкелсем, ол қалай қабылдар? Осы ой мені күндіз түні мазалады.
Bir жағынан махаббатқа беріліп, барлық қиындыққа қарсы тұрғым келді. Екінші жағынан анамның көз жасын көруден қатты қорқатымын. Сол үшін де мен шешімсіз күйде қалдым. Бірде Айман апайдың құшағында бақытты болсам, келесі күні анамды ойлап қиналатынмын. Екі оттың арасында жанып бара жатқанда едім. Ал бұл шешімсіздіктің түбі жақсылыққа апармайтынын іштей сезіп жүрдім. Күздің салқын бір күні еді. Анам ауылдан хабарласып, балам қалаға барып қайтайын деп жүрмін. Саған да соғайын деді. Жүрегім су ете түсті. Анамды көргім келетін, бірақ оның Айман апайды біліп қоюынан қатты қорқатынмын. Не істесем екен деп дал болып жүргенімде күтпеген жағдай орын алды. Анам қалаға келді. Әдетінше үйге келіп тамақ істеп, ыдыстарды жуып, маған жанашырлық танытып жүр. Ұлым оңаша, жалғыз жүрмесін деген ойы бар. Bir күні ол менің киімдерімнің арасынан әйелдерге арналған орамалды байқап қалды. Бұл кімнің заты деді анам күдіктене. Менің өңім қашып кетті. Апайдікі. Bir таныс апай. Дедім қинала. Анам үндемеді. Бірақ ана жүрегі бәрін сезді. Көп ұзамай менің қателігімнен бәрі ашылды. Bir күні Айман апай үйіне шақырды. Мен оған бара жатқам. Сол сәтте анам қайда барасың? Деп соңымнан ерді. Екеуінің бетпе-бет кездескенін көргенде жүрегім тоқтап қала жаздады. Айман апайдың жүзіне анам ұзақ қарап қалды. Екеуінің жасы шамалас, тіпті кей ұқсастықтары да бар сияқты көрінді. Анам сенбе едің деді ауыр үнмен. Айман апай төмен қарап үнсіз қалды. Мен араға түсіп, анашым. Ол менің сүйгенім деп қойып қалдым. Сол сәтте анамның жанары оттай жанды. Масқара. Сен анаңмен жаста әйелге ғашық болып жүрсің бе? Деп айқайлады. Үй ішін үнсіздік басты. Айман апай жылап жіберді, кешіріңіз. Мен оны ұрлап әкетейін деп жүрген жоқпын. Бұл жүректің ісі. Деді. Анам жылап жіберді. Ол үшін бұл сөздер қабылдауға тым ауыр еді. Осылайша, ана мен әйелдің алғашқы бетпе-бет келуі көз жасымен, айқаймен, өкінішпен өтті. Осы оқиғадан кейін мен екі жақтың арасында қақ жарылып қалдым. Bir жағымда анам. Ол мен үшін бәрінен қымбат жан. Екінші жағымда Айман апай. Ол менің жүрегімнің қалауына айналған. Анам күнде маған айтып жүрді, балам, мен саған ешқашан жамандық тілемеймін. Бірақ бұл жолың дұрыс емес. Сен әлі жассың. Жасы жеткен әйелдің өмірін байлап не қыласың? Ертең ол қартайса, сен әлі жас боласың. Сонда не істейсің дейтін. Ал Айман апай болса, көз жасын тие алмай, егер сен мен үшін анаңа қарсы келсең, мен өзімді ешқашан кешірмеймін. Мені тастап кетсең де, анаңа ауыр сөз айтпа деді. Мен екі жаққа да жүрегімді бөліп бергім келді. Бірақ мүмкін емес еді. Күндіз анамның жанында отырсам, Айман апайдың сағынышын сезетінмін. Ал Айман апайдың құшағында отырсам, ананың көз жасын елестетіп, өзімді кінәлі сезінетінмін. Жүрегім екіге жарылғандай болды. Бұл күрестің жеңімпазы болмайтынын іштей түсінетінмін. Bir күні түнде жалғыз отырып ойландым. Менің жолым қайсы, ана мейірімін таптай алмаймын. Бірақ жүрегімнің қалауынан да бас тарта алмаймын. Бұл күрес мені мүлде күйретіп тынама деп ойладым. Осылайша менің көңілімде арпалыс басталды. Ал бұл арпалыстың шешімі әлі табылмаған еді. Анам екеуіміздің арада болған әңгімемізден кейін мен барынша сақ болуға тырыстым. Бірақ жүректі тия алмадым. Айман апайдан алыстау маған өліммен тең еді. Сөйтіп екеуіміз бәрібір кездесуді жалғастыра бердік.
Алайда ауылдағы ағайын туысқа бұл құпияның жетуі ұзаққа бармады. Бірде мен Айман апайдың үйінен шығып бара жатқанымда көршісі байқап қалған. Ол кісі ауылға барған бір туысына пәленшенің баласы қалада бір үлкен әйелмен жүреді екен деп айтып салыпты, сөйтіп көп ұзамай ауылға өсек оттай тарап кетті. Анам да бұл әңгімені естіп қойды. Бір күні маған ашулы күйде хабарласты, ұят болды. Ағайын туыс, көрші қолаң күліп жүр. Мен сен үшін тірі өліп болдым. Балам, мына жолыңды доғар деді. Сол сәтте жер басып жүргеніме өкінгендей болдым. Бірақ жүрегімді тыңдамай да тұра алмадым. Айман апай да бәрін естіпті. Ол маған жылап, сен үшін жұрттың өсегіне қалып, анаңа ауыр сөз естіртіп жүргенім үшін өзімді кінәлі сезінемін. Мүмкін біз расымен қателесіп жүрген шығармыз деді. Мен оның қолын қатты қысып, жоқ. Біз қателескен жоқпыз. Біз тек сүйдік. Ал сүйген адамның жолы бөлек дедім. Бірақ іштей мен де қиналдым. Өсек бізді енді жан-жақтан қысып бара жатты. Әрбір көзқарас, әрбір сыбыр біздің қадамымызды аңдығандай. Құпияның әшкере болуы біздің өміріміздің ең ауыр кезеңінің басталғаны еді. Өсек аян күшейген сайын менің жүрегімдегі арпалыста үдей түсті. Әр күн сайын таңдау алдында тұрғандай болдым. Бір жағымда анамның көз жасы арнамыз, абырой, екінші жағымда мені жанымен сүйген Айман апай. Анам күнде қайталап жүрді, балам, мен сенің бақытыңды ғана тілеймін. Бірақ бұл әйелмен сен бақытты бола алмайсың. Өміріңнің күлін көтересің. Тасташы оны, үйлен басқаға дейтін. Ал Айман апай болса, күн сайын қиналып бара жатты, сен үшін анаңа қарсы шыққым келмей. Егер сен таңдауыңнан қайтсаң, мен сені кінәламаймын. Тек өмір бойы өкінбе деп жылап айтатын. Мен болса екі жаққа да әділ бола алмай, жанымды жеп бітірдім. Бір күні жалғыз отырып ойға баттым. Егер анамның айтқанын тыңдап, Айман апайды тастасам, жүрегім қан жылайды. Егер Айман апайдың қасында қалсам, анамның көз жасын көремін, екеуінде ренжітпей қалай өмір сүруге болады? Бұл сұраққа жауап таппадым. Бір түні түс көрдім. Түсімде анам менен теріс айналып кетті. Ал Айман апай қолымды жібермей ұстап тұр. Екеуінің арасында тұрмын. Біреуін таңдасам, екіншісі жоғалады. Сол сәтте терлеп оянып кеттім. Бұл түс менің ішкі жағдайымды айна қатесіз көрсетті. Таңдау жасау керек еді. Бірақ қайсысын таңдасам да жүрегім қансырары анық болатын. Ауылдағы өсек күннен күнге өршіп, жағдай шыдамас халге жетті. Әрбір адымым аңдулы, әрбір сөзім талқыға түсті. Екеуміз көшеде қатар жүре алмай қалдық. Бір күні Айман апай, болды, балам. Бұлай жалғаса берсе, сен де, мен де күйеміз. Халықтың сөзінен құтылу үшін біз бұл жерден кетуіміз керек деді. Мен ойланып отырмадым. Өмірімде алғаш рет туған жерді тастап, белгісіз жаққа кетуге бел будым. Анамды ойласам жүрегім жылады, бірақ басқа амал қалмады. Түн ортасында біз жолға шықтық. Қалаға қарай жүрдік. Автобуста Айман апайдың қолын ұстап отырып, оның көзіне қарадым. Онда қорқынышпен қатар үміт те бар еді. Бәрін артта қалдырайық, жаңа өмір бастайық дедім сыбырлап. Ол басын изеді. Бірақ жүрегімнің түкпірінде бір қаяу тұрды. Анамды тастап бара жатқаным жаныма қатты батты. Қала бізді бөтен, суық жүзбен қарсы алды. Туысы жоқ, танысы жоқ, жалдамалы пәтердің 4 қабырғасына сыймай жүрген күндер басталды. Бірақ сол күндердің ішінде бізге тек бір нәрсе тірек болды, махаббат. Бірақ махаббат қарын тойдырмайды. Ақша таусылып, тұрмыс қиындай бастады. Айман апай жас болса бір жөн, бірақ анаммен жасты болған соң, ол жұмыс таба алмай қиналды.
бар салмақ маған түсті. Осы сәтте шынайы махаббат дегеннің өмірдің ауыр сынақтарына шыдас бере алатынын, не бере алмайтынын анықтау кезеңі басталғанын түсіндім. Қаладағы алғашқы айлар біз үшін қасіретті сынақ болды. Мен күндіз-түні қара жұмыс істедім. Құрылысқа да бардым, жүк те тасымалдадым. Бірақ тапқаным тамаққа да жетпейтін Айман апай күн сайын жүдеп бара жатты. Бір күні кешкісін дастархан басында көз жасын тия алмай қалды. Менімен бірге келгеніңе өкінбей жүрсің бе? Сен жассың, өмірің алда. Ал менше сен үшін тек салмақ болып отырған сияқтымын, деді. Мен орнымнан тұрып оның қолын ұстадым. Өмірімнің ең үлкен таңдауы сенсің. Өкінбеймін. Бірақ, қиналып жүрміз. Бәрі уақытша. Біз бәрін бірге еңсереміз, дедім. Ол сол сәтте маған сенгісі келді. Бірақ жанарында бір үміт пен күдік қатар тұрды. Арада бірнеше апта өткен соң күтпеген оқиға болды. Қаладағы бір танысым маған жақсы жұмыс ұсынды. Жалақысы да көңілге қонымды. Сол сәтте мен, міне, біздің соңғы үмітіміз, дедім Айман апайға. Ол жымиып көз жасын сүртті. Сен барда мен ештеңеден қорықпаймын, деді. Сол сөз жүрегіме оттай тиді. Шынымен біз үшін жаңа өмір бастала ма деген сұрақ мазалап тұрды. Бірақ дәл осы кезде күтпеген жерден анамнан хабар келді. Қалада жүргенімізге біраз болған. Жаңа жұмысқа кіріскеніме де көп өтпеді. Бір күні кешкісін телефон шыр етті. Нөмірін көріп жүрегім дір ете қалды. Анам. Дауысын естіген сәтте тамағыма тас тығылғандай болды. Балам, қайдасың, қайда жоғалдың, деді анамның даусы дірілдеп. Мен үнсіз қалдым. Анам тағы да сөйлей бастады. Ауылдың өсегі өтеді, халық ұмытады. Бірақ сен менің жалғызымсың. Сенсіз үйдің іші қара түнек болып қалды. Көрмей, сағынбай жүрмін деймісің? Осы сөздерді естіп, жанарым жасқа толды. Айман апай менің қасымда отыр еді, бәрін естіді. Үндемей төмен қарады. Апа, мен деп сөз бастап едім. Анамның көз жасы аралас үні жүрегімді қарып өтті. Балам, ештеңе айтпа. Сенің бақытты болғаныңды тілеймін. Бірақ анасын тастап кеткен баладан қандай бақыт шығады? Телефонды қойдым да ұзақ ойға баттым. Сол түні ұйықтай алмадым. Бір жағында жүрегімді баурап алған Айман апай, екінші жағында анамның мейірімі. Екеуінің ортасында қақ айырылғандай болдым. Айман апай да түсінді. Таң ата ол, балапаным. Ана жүрегін ештеңе жеңбейді. Сен анаңның қасынан табылуың керек. Менікі тек өткінші бақыт болуы мүмкін. Бірақ ананың махаббаты мәңгілік. Сен соны ұмытпа, деді. Мен оған таңырқай қарадым. Ол осы сөзді айта отырып, өзін құрбан еткендей болды. Бірақ көзінен шындықты көрдім. Ол мені анамнан айырғысы келмеді. Ертеңіне жолға шықтым. Қалтамда жолға жетерлік қана ақша бар. Қала автобустарына отырып, ауылға қарай бет алдым. Жүрегім дүрсілдеп, ойым сан-саққа жүгірді. Анамды көрем бе, әлде ол мені кешірмей ме? Ауылға кіргенде бәрі баяғыша сияқты көрінді. Таныс көшелер, көрші балалардың күлкісі, тіпті баяғы иіс. Бірақ бәрі өзгеріп кеткендей сезілді. Үйдің есігін ашқан сәтте анам қарсы алдымнан шыға келді. Екеуміз бір сәт үнсіз тұрдық. Сосын анам құшақтай алды. Жаным балам, қайда жүрсең де, анаңның жүрегі сені күтеді ғой, деді жылап. Мен де құшақтап көз жасымды тия алмадым. Сол сәтте бүкіл ауыртпалық, бүкіл өкініш еріп кеткендей болды. Бірнеше күн ауылда болдым. Анам мені жібергісі келмеді. Бірақ мен Айман апайды ойладым. Ол қазір қалада жалғыз қалған. Апа, менің жанымда бір адам бар. Ол да мені күтеді. Оның жаны нәзік.
Мен оны тастай алмаймын дедім. Анам ауыр күрсінді. Балам, сенің таңдауыңды қабылдаймын. Бірақ бір өтінішім бар, қандай жағдай болса да анаңды ұмытпа. Мені сағынғанда келіп тұр. Мен басымды изедім. Сол күні ана жүрегінің ұлылығын түсіндім. Ол мені кінәламады, тек қабылдады. Ауылдан кетерде анам менің маңдайымнан сүйіп, бақытты бол, балам, деді. Мен қайтадан қалаға аттандым. Айман апай есікті ашқанда көзінде қорқынышта, үмітте бар еді. Мен оған құшақ жая жүгіріп бардым, сен жалғыз емесің. Біз бәріне бірге төземіз, дедім. Осылайша мен ана мейірімін де, сүйгенімді де жоғалтпайтынымды түсіндім. Бірақ жүрегімнің түкпірінде әлі де бір сұрақ қалды. Бізге өмір ұзақ бақыт сыйлай ма, әлде тағы да сынақ тосып тұр ма? Айлар өтіп жатты. Қала тіршілігіне бейімделіп, жаңа өмірге үйреніп келе жатқандай болдық. Айман апай екеуміз бір-бірімізге сүйеніш болдық. Бірақ қоғамның сыны әлі де тоқтамады. Көршілердің сыбырласы, жұмыстағы әріптестердің астарлы әзілі жүрегімді жаралады. Кейде біздікі қате ме екен деп ойлайтынмын. Бірақ Айман апайдың көзіне қараған сәтте барлық күдігім сейілетін. Ол маған қарағанда, маған сенгенде, өзімді тіршіліктің мәнін тапқандай сезінетінмін. Бір күні кешке Айман апай қолымнан ұстап, балам, мен сені бақытты ету үшін келдім. Бірақ мен саған тұсау болғым келмей. Сен жасың, болашағың алда. Мен анаңмен жастамын. Ертең мен қартайсам, сен қалай боласың, деді көзінен жас шығып. Мен үнсіз тыңдадым. Жүрегім ауырды. Айман, менің таңдауым сен, болашағым сенсіз емес. Бізді сынап жатқан тағдыр болса, соған бірге қарсы тұрамыз, дедім. Дәл осы сәтте есік қағылды. Ашып қарасам, анам тұр екен. Ол қалаға келіпті. Үндемей кірді де бізге ұзақ қарады. Айман орнынан тұрып сәлем берді. Анам оған қарады да, саған ренжіп келгенім жоқ. Баламды алып кеткенің үшін емес, оны бақытты ете аласың ба, соны білуге келдім, деді. Айман көз жасына ерік беріп, анамның алдына тізерледі. Мен оны шын сүйемін. Бірақ ана жүрегін ешқашан алмастыра алмаймын. Егер сіз қарсы болсаңыз, мен кетуге дайынмын, деді. Анам оның қолынан ұстап көтеріп алды. Жоқ, қызым. Сен кетсең, менің балам тағы да жалғыз қалады. Егер шынымен сүйсең, қасыңда бол. Менің жалғыз тілегім оның бақытты болғаны, деді. Бұл сөздерді естіген сәтте жүрегім шымырлап, көз жасымды тыя алмадым. Ана жүрегі тағы да ұлылығын көрсетті. Ол біздің таңдауымызды қабылдады. Күндер жылжып өтті. Анам бізге жиі келіп тұратын болды. Басында ауыл адамдары әңгіме айтса да, уақыт өте бәрі тыншыды. Өйткені бізге қарап, расымен де махаббаттың жасқа, атаққа, сөзге қарамайтынын түсінді. Бір күні ауылға барғанда анам екеуміз ескі алма бауының қасында отырдық. Күз еді. Ағаштар сарғайып, жапырақтар жерге түсіп жатыр. Анам маған қарады да, балам, сен өмірде өз жолыңды таңдадың. Әкең тірі болғанда бәлкім сені түсінбес еді. Бірақ мен түсіндім. Өйткені шын махаббат қашанда жүрекке бағынады, ал сен жүрегіңді тыңдадың, деді. Сол сәтте анамның мейірімін, Айманның сүйіспеншілігін, өзімнің тағдырға қарсы күресімді ойлап, жүрегім ерекше толқыды. Біз қанша сынақтан өтсек те, бір-бірімізді жоғалтпадық. Кешкісін қалаға қайтқанда Айман апайға қарадым. Оның көзінде үрей жоқ, тек сенім бар еді. Біз жеңдік, деді ол жай ғана. Мен оның қолынан ұстап, иә, біз жеңдік. Енді ештеңе бізді ажырата алмайды, дедім. Осылайша біздің тағдырымыз қоғамның сөзіне,
адамдардың сынына қарамай, шын махаббаттың күшімен жалғасты. Біз бақытты болуды таңдадық. Ал мен бір нәрсені түйдім, ана жүрегі мәңгілік. Ал шын сүйіспеншілік уақыт пен жасқа бағынбайтын мәңгілік таңдау. Әңгіменің соңы.